Ассалаумағалейкум. YouTube авторларына және YouTube үйренем деп жүрген барша жандарға жалынды сәлем. Менің есімім Санат, Жалғыз жолаушы YouTube арнасының авторы әрі жүргізушісімін. YouTube кеңесшіңізбін сіздің. Бүгін біз сіздерді блогерлер қалай алдайды, соған тоқталамыз. Ендеше бірден баста. YouTube'ты үйрететін блогерлердің парақшасына кірсем, мынадай жарнамадан көз сүрінеді. Ештеңе істемей-ақ үйде жатасың, ақша карточкаңа өзінен өзі түсе береді. Абай атамыз айтады ғой, еңбек етсең қара жерде құр қалдырмайды береді деп. Сол сияқты YouTube-та дәл сондай принцип бойынша жұмыс істейді. Бұл ізденімпаздардың мекені. Сен бір идеяны ойлайсың, оны жетілдіресің, ізденесің, кейін түсірілім жұмысына кірісесің, түсірілімнен кейін пост-продакшн бар. Оның барлығы жұмыс, оның барлығы ізденіс, сондықтан бұл жерде оңай ақша жоқ. Егер сіз YouTube-ты бастаймын десеңіз, онда ішіңізде нақты қалауы болу керек және зор еңбек керек. Алдаудың екінші түрі. YouTube-тың ешкім білмейтін құпия алгоритмі бар, оны мен саған үйретем дейді. Шын мәнінде YouTube-та ешқандай құпия алгоритм жоқ. Сіз оның ресми парақшасына кірсеңіз, барлығы адам бастап яға дейін жазулы тұр. Сол жерге қараңыз, кіріңіз, сізге барлығын түсіндіріп береді. Тек құпия алгоритм деген ол мына екеуі ғана. Біріншісі тұрақтылық, екіншісі даму. Сен видеоларында арнаға тұрақты түрде жүктеп тұр, және әр жүктеген видеоң өткендегі шығарылымға қарағанда сапалырақ болу керек. Міне, егер дәл осы қағиданы ұстанатын болсаңыз, сіз міндетті түрде бір жыл ары кетсе, бір жылдың ішінде жақсы арнаның иесі болып шығасыз. Көп қоятын сұрағы, менің қолымда ақшам бар, мен бір операторды жалдаймын, бір монтажерді жалдаймын, бір редакторды жалдаймын. Сөйтеді, олардың барлығы бірігеді, маған контент түсіріп береді, ал жұлдыз мен болып шыға келемін дейді. Тағы да, YouTube бұл бағанағы айтқанымдай ізденімпаздардың отаны. Творческая студия дегенге кіресіз, өзіңіздің жеке профиліңіз YouTube-тың. Сол жерге кірсеңіз, сізге бүкіл статистика, аналитика мәліметтері шығады. Көрермен қай минуттан бастап қай минутқа дейін көрді, орташа көру ұзақтығы, орташа жасы, қандай арналардан кейін сізді көрді. Міне, бүкіл көрерменіңізге өзіңіз отырасыз, уақытыңызды жұмсайсыз, содан кейін барып анализ жасайсыз. Сондықтан бұл жерде оңай ақша жоқ. Тағы да қайталап айтайын, құрметті достар. Егер сіздер YouTube-ға келіп байып кетем, жұмысымнан шықтым, YouTube-ға кірдім және байып кеттім, кейін мега жұлдыз болып шыға келдім деген, бұл сіз енді 3-ші сыныптағы ертегімен шатастырып тұрсыз енді бұл жерде. Сондықтан достар, айтады ғой, тегін ірімшік тек қақпанда ғана деп. Бұған алданып қалмаңыздар. Көп адам осы сұрақты қояды. Неден басталады, қалай бастасам болады, нені түсірсем болады. Әрине өткен шығарылымда мен айттым. Ешқандай қиындатудың қажеті жоқ. Біз негізі өмірді өзіміз қиындатамыз. Өмір деген жеп-жеңіл. Тура сол сияқты YouTube-қа да солай қарау керек. Ой, мен монтажды, жетілдірілген монтаж жасаймын, немесе жетілдірілген графика жасаймын, немесе 4К форматында мықты фотоаппарат керек. Мұның барлығы сіздің уақытыңызды алады, және сіз егер дәл осы ұстанымдарды, дәл осы артықшылықтарды қоя берсеңіз, ешқашан YouTube бастамайсыз. Қолыңыздағы телефонмен ақ бірден іске кірісіп кету керек. Және әр адам ол жеке шығармашылық тұлға. Біреулерге бірінші тақырып келуі мүмкін, біреулерге бірінші идеясы келуі мүмкін, біреулерге бірінші монтажы келуі мүмкін. Контенттің айтам. Сол бойынша өзіңізге қалай ыңғайлы, солай бастайсыз. Көп адамның жіберетін қателігі. Рас, біз адам болған соң өзімізді қатты жақсы көреміз. Және контент ол ішімізден шыққан бала сияқты. Біз баламызды жақсы көреміз ғой, тура солай өзіміздің материалымызды да жақсы көреміз. Мен бір материал жасасам, ол материал мен үшін бір мінсіз болып көрінуі мүмкін. Бұл субъективті пікір.
Ал егер басқа адамға ол материалды көрсетсеңіз, ол сізге кем-кетігін немесе артықшылығын объективті көзқараспен айтып беруі мүмкін. Біз дәл осындай өз материалымызды мінсіз деп ойлап оны жүктейміз де, бір андай көп дүниені күтіп қаламыз. Міне мен мінсіз материал жүктедім, дәл қазір ол 10 мың, 100 мың, 1 миллион просмотр жинайды, және мен байып кетем деп. Ал нәтижесінде қалай болады? Ол шығарылым 37 қана қаралым жинайды, одан кейін сіздің көңіл күйіңіз түсіп қалады да, YouTube-та алгоритм дұрыс емес, мен бұл жерде жұмыс істемеймін деп еңсеңіз түсіп қалуы мүмкін. Сондықтан достар, өзіңіздің материалыңызға объективті көзқараспен қараңыз. Оның кемшіл тұсы бар, жарайды, келесі шығарылымда одан да жақсартамын. Немесе оның артық тұсы бар шығар, жарайды, мен осы артықшылығына келесі шығарылымда одан сайын акцент беремін. Сол кезде ғана сіз ұзаққа дейін жетесіз, сол кезде ғана материалыңыз міндетті түрде бір жерді тесіп шығады. Енді тағы да бір адамдар сұрақ қояды, егер мен материалды телефонмен жүктеп, оны YouTube-қа салсам, бұл оның алгоритміне кері әсер ете ме деген. Жоқ. YouTube-қа сіз бәрібір, сіз планшетпен монтаждайсыз ба, телефонмен монтаждайсыз ба, ноутбукпен ба, компьютермен ба, өзіңіз біліңіз, тіпті монтаждамай қоясыз ба, оны өзіңіз білесіз. Бұл жерде алгоритмге ондай дүние қызық емес, тек қаралымды ұстап тұру және превью дейді, басты беттің қызықтылығы, одан кейін пікірлер, яғни көрерменнің реакциясы, лайк, пікір, дизлайк деген сияқты. Бұның барлығын алгоритм өлшеп, есептейді, және сіздің тұрақтылығыңызды да ескереді. Содан кейін міне мына жігіт жақсы материалдарды жасап жатыр екен, немесе мына қыз жақсы материалдарды жасап жатыр екен, біз бұның видеосын басқа көрермендерге де көрсетейік дейді. Ең бірінші өздеріңізге сеніңіздер. YouTube бұл бағанағы айтқандай еркін орта. Бұл дамитын орта. Мейлі кім болыңыз, жоғарғы біліміңіз бар ма, немесе ерекше қабілетіңіз бар ма, еш қайсына қарамайды. Тек контент жасаңыз және оны жүктеңіз. YouTube-тың бұл артықшылығы өте көп қой, білесіздер. Бұл жерден сіздің саудаңызды да арттыруға болады, табысыңызды да ұлғайтуыңызға болады, немесе брендіңізді қалыптастыруыңызға болады, жеке кәсіби дамуыңызға да осы YouTube-тың мүмкіншілігін пайдалануға болады. Егер сізде YouTube бойынша сұрақ қалса, мына нөмірге жазыңыз, мен сізге көмектесуге дайынмын. Қазақ контентін бірге дамытайық, және ең бастысы, не ойласаңыз да бірден бастаңыз.